Арма қазағым кейде менен сұрап қалады, қай тұлғаны тарихтағы болған тұлғаларда ең керемет түркі тұлға деп санайсыз деп. Көбінесе Шыңғыс ханның атын айтады, я болмаса Амир Тимурдың атын айтады деп ойлайды. Дегенмен мен Ататүрікті де атамаймын, Шыңғыс ханды да атамаймын, оның орнына Оғыз хан деп атаймын. Неге Оғыз хан? Оғыз хан дегеніміз ол Ашина болады. Оғыз деген аты ол парсыланған ат болады. Ал Ашина деген ол нағыз түркі аты болады. Ашина деген жаңағы аттың версиясы ол түркі халықтарда жазу пайда болған кезде шыққан ат болады. Сондықтан ол Ашина деп барлық документтерлерде қалып қойған, барлық құжаттарларда. Негізінде Ашина дегенді оңай лингвистикалық анализге түсірсек, оны екі сөзге бөлуге болады. Ол Ашы хан деген. Нанбасаңыздар, мен сіздерге жаңағы ағылшын тіліндегі hello деген сөзді мысалға келтірейін. Hello деген сөз ағылшын тілінде 18 ғасырда пайдалы болған. 3 ғасырдың ішінде қазір енді hello деген hi деген сөзге дейін қысқартылып қалды. Сонымен Ашина деген Ашы ханның аты да солай Ашина деген атқа дейін қысқартылып кеткен. Сонымен негізінде Ашы хан дегенде ол да толық аты емес. Ол кісінің аты негізінде Қашы хан болған. Қашы хан деген ол не мағынаны білдіреді? Яғни қашқын деген мағынаны білдіреді. Егер де біз Ашина туралы аңызды еске алсақ, Ашина ол кішкене бала болған, өзінің жаңағы ауылынан қалған соңғы жалғыз ғана тұрғыны болады, тірі қалған, және жаулар оның қолы мен аяқтарын шауып тастайды. Негізінде адамның қол аяғын шауып тастасақ, ол адам қан кетіп өліп кетеді. Сондықтан бұл жерде символизм бар. Яғни Ашина деген ол туалап біткеннен, я болмаса өсе келе мүгедек болып қалған кісі болады. Мүгедектігіне қарамай Ашина өзінің халқын біріктіріп, үлкен деңгейге дейін, дәрежеге дейін жеткен. Ол ежелгі ғасырларда болған жағдай, жазу ештеңе болмағанда. Сөйтіп оның аты бүкіл түркі әлемге жарияланып, оның аты қаншама географиялық аттарда, яғни топонимдарларда, сонымен этнонимдарларда қалған болады. Мысалы, Кавказдағы ақысқа түріктердің аттары Хыс деген Ашинаның аты, Оғыз ханның аты болады. Және Сыбырда тұрып жатқан хақастардың аттары мысалға келтірейік енді. Татарстанның астанасы Қазан, және Ауғанстандағы Газни деген қала, олардың барлығы Оғыз хан мен Ашинаның атынан берілген болады. Сонымен Ашина, Оғыз хан біздің бәрімізге ортақ